Бұл анихагрифоз, яғни құс тырнағы дегенді білдіреді. Бұл кезде тырнақ қалыңдап, жиегіне қарай қисая өседі. Оның нақты себебі анықталмаған, бірақ осыған әсер ететін сыртқы және ішкі триггерлер бар. Сыртқы триггерлерге әртүрлі жарақаттар, яғни тырнаққа ауыр бір нәрсе түсіп кету немесе тырнақтың қысылып қалуы, үсу, тар аяқ киім кию, қан айналымының дұрыс болмауы және әртүрлі инфекциялар болуы мүмкін, және дұрыс жасалмаған педикюр кезінде болуы мүмкін. Ал ішкі себептерге иммундық жүйенің бұзылысы, эндокриндік жүйенің бұзылысы, яғни қант диабеті сияқты аурулар кезде немесе әртүрлі саңырауқұлақтық аурулар кезде болуы мүмкін. Дерматоздар, кератоздар кезде болады. Және кейде физиологиялық түрде ткандердің қартаю кезінде болады. Бұның негізі екі кезеңі болады, ерте және кеш кезеңі. Ерте кезеңде тырнақтар қалыңдап өсе бастайды, тырнақтың етіне кіріп өсе бастайды, және түсі мөлдір түстен лас жасыл түске боялады. Ал кеш кезеңінде тырнақтар қалыңдап өсіп, аяққа ауырсыну сезімін білдіреді, жүргенде ауырсыну сезімі болады, және тырнақтар ұзарып өсіп кетеді. Негізгі емі ерте кезеңінде әртүрлі кералитикалық процедуралар жасау, ал кеш кезеңінде хирургиялық жолмен тырнақты алып тастау. Емдеу 3-4-6 айға созылады.